Бестің шайын ішіп құдыққа келсем, малдың бәрі жиналып қалған. Күн өте қатты ыстық, астауларында су жоқ екен. Тығынды ашып, астауға су жібердім. Мұздай суды естері кетіп, шөлі қанғанша іштім. Судың дыбысын естіген түйелер де бері қарай бағыттады. Бәрінің шөлін қандырып, кешкі тамаққа кірісейін дедім. Жолдан қиялып кетейін деп, шелегіме қиларымның бәрін толтырып салып алдым. Қазанымның астын лапылдатып жағып жібердім. Күйеуімнің сүйіктасы дүмлама жасайын деп жатырмын. Ең астына осылай құйрық майды жайып алдым. Одан кейін еттерімді адамға жететін қылып шағындап жасадым. Түйелерді суарып, сауам деп жүргенде кеш қойып жатырмын. Етімнің үстіне жуамды, сәбізімді, аздап тұз шаштым. Осылай үстіне картошкамды, болгарский перец, помидор, барлығының бетін осылай капустамен жауып шықтым. Мен осылай пәтір салып жегенді ұнатамын. Малды қамап жейміз деп жүргенде осылай шамның жарығымен кешке қалып қойдық. Отқа піскен тамақтың дәмі ерекше болады. Сіздер де жасап көріңіздер.